Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Сүзбеден не жасайтындарыңызды білмесеңіздер, менің каналыма қош келдіңіздер. Себебі менің каналымнан сүзбеден көптеген тәттілердің рецептісін таба аласыздар. Мысалы, бүгін біз осындай творогтан творожный пирог жасайын деп жатырмыз. Өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы оңай. Үйдегі бар ингредиенттермен жасайтын боламыз. Ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен пирогымыздың қамырын жасап алайық. Ол үшін бізге 280 грамм ұн керек. Ұнды електен өткіземіз міндетті түрде. Ұнымызды електен өткізіп болған соң 1 шай қасық қопсытқышымызды қосамыз. Қопсытқышымызды қосып болған соң салқын майымызды қосамыз. Бұл жерде менде 140 грамм май. Майды осылай 4 бұрышты қылып кубиктарға турап алдым. Маған ыңғайлы болу үшін осылай турап, сосын ұнымызға қосамыз да қолымызбен, яғни үгітуіміз керек. Бұл жерде майымыз бен ұнымызды жақсылап тұрып, араластырып болған соң, келесі кезекте 50 грамм шекерімізді қосып, араластырамыз. Келесі кезекте 1 жұмыртқа қосып, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Достар, сүзбелі бәліштің толық құрамын мен видеоның астынан қалдырып кететін боламын. Сол жерден көріңіздер. Құрамында жазылған ұннан артық ешқандай ұн қоспаймыз. Осы қамырымызды илей берсек, өзі біркелкі жұмсақ қамыр болып шығады. Мінеке достар, біздің пирогымыздың қамыры дайын болды. Пирог пісіретін ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, оның үстіне қамырымызды әкелеміз де қолдың көмегімен жайып шығамыз. Достар, сіздер бұл жерде қамырды оқтаумен де жайсаңыздар болады, бірақ маған осылай қолмен жайған ыңғайлы. Ыдысымыздың асты жағына қамырымызды жайып болған соң, енді ыдысымыздың шетіне, яғни жанына осылай видеода көрсетілгендей сияқты қамырымызды да жайып шығамыз. Мінеке достар, біз қамырларымызды ыдысымызға жайып болдық. Енді пирогымыздың салмасын дайындайық. Ол үшін бізге 500 грамм сүзбе. Менде бұл жерде қолдың сүзбесі, дүкеннің сүзбесінде ала берсеңіздер болады. Сосын барып 200 грамм қаймақ. Қаймақ менде де дүкеннің қаймағы. Үйлеріңізде қолдың қаймағы бар болса, соны қоссаңыздар да болады. Сосын барып 2 жұмыртқа қосамыз бөлме температурасында. 2 жұмыртқадан кейін 200 грамм шекер қосып, бәрін блендерлаймыз. Үйлеріңізде блендер бар болса, осылай видеода көрсетілгендей қылып блендерлаңыздар, немесе блендер жоқ болса, венчикпен араластыра беріңіздер. Сүзбемізді, яғни творогымызды блендерлап болған соң, бізде осындай сұйық біркелкі пирогтың салмасы шығуы қажет. Сүзбелі салмамызды пирогымызға, яғни ыдысымызға құямыз. Салмамызды ыдысымызға құйып болған соң, лопатканың көмегімен мына видеода көрсетілгендей дұрыстаймыз. Сосын осы пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 45 және 50 минут аралығында пісіреміз. Және де достар, естеріңізде болсын, әр үйдің пеші әртүрлі, өздеріңіздің пештеріңізге қараңыздар. Достар, мінекей біздің пирогымыз пісіп шықты. Осылай піскен кезде бізде сүзбеміз кішкене өстіп көтеріледі. Және де осы пирогтың піскенін біз былай білеміз. Осы пирогты қараңыздар, осылай қимылдатып көрсеңіздер, пирогымыздың салмасы кішкене ғана қимылдап жатыр. Кішкене ғана қимылдаса, сіздердің пирогтарыңыз пісті деген сөз. Бұл жерде менің пирогым 50 минут бойы пісті, 180 немесе 170 градуста пісті. Енді осы пирогты жарты сағатқа суытып қоямыз да
суып болған соң 1 немесе 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Міне достар, бұл жерде менің пирогым суыды да 2 сағат бойы тоңазытқышта тұрды. Сүзбелі бәлішімізді сәндесек болады. Сәндейтін болсаңыздар, жеміс-жидекпен сәндеңіздер. Менде бұл жерде кивиді жіңішке қылып турап шығамыз. Және де достар, бұл өздеріңіздің қалауларыңызда пирогтарыңызды сәндесеңіздер де болады, сәндемесеңіздер де болады. Кивиді осылай мына видеода көрсетілгендей қатарынан қойып шығамыз. Киви қойған соң біздің сүзбелі бәлішіміз өте әдемі көрініп тұр. Осылай тура қылып менің рецептімен жасайтын болсаңыздар, тіпті 1-ші сыныптың оқушысы да жасай алады. Осылай әдемі болып шығады. Достар, үйлеріңізге қонақ келетін болса, осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің дастархандарыңыздың сәнін келтіретін болады. Өте дәмді болып шығады. Және де осы пирогтың иісі деген өте керемет. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Қарасаңыздаршы, біздің пирогымызды кескенде осылай әдемі болып көрінеді. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достар, ютубта қазақша каналдар көп емес. Сол үшін де менің осы қазақша каналымды қолдап жіберіңіздер. Және де осы пирогты міндетті түрде жасап көріп, комментарияға пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар.